Қазақта қыз баланың шашы мен бұрымы ерекше орын алған. Бұрымды өсіру, оны күтіп баптау, өріп жүру тәрбие мен мәдениеттің бір бөлігі болған. Қыздар шаштарын өсіріп, өріп, оған түрлі шашбау, шолпы секілді әшекейлер таққан. Бұл әрі сән, әрі тәрбиелік мәні бар дәстүр екен. Қыздың көркі шаш, жігіттің көркі бас. Шаш сұлулықтың шешіресі, ал ұзын шаш ұлттың сәні. Шашың жанның айнасы, ал таза шаш текті тәрбиенің белгісі екен. Бұрымды шаш инабат пен ибалықтың нышаны. Шашыңды аяласаң, сұлулығыңды сақталар. Шаш әйелдің тәжісі болып саналады. Ал ұқыпты шаш ұқыпты жанның көрінісі. Шашыңның иісі бала күннің сағынышы болып табылады. Шаштың әр талында тарих бар. Шаш табиғаттың саған сыйлаған жібек жалы. Бұрым қыз баланың абыройының айғағы. Шашты күту өзіңді құрметтеу болып саналады. Әдемі шаш сұлулықтың үнсіз тілі. Шашың таза болса, пейілің де таза болады. Сондықтан шаш сұлулықтың ғана емес, жанның тазалығының да көрінісі болады.